Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге кабачки сырым дайындаймыз. Дәмі өте дәмді болып шығады және де қонақтардың немесе жанұяңыздың көңілінен шығатынына сенімдімін. Кабачкиларымызды жуып болғаннан кейін сыртындағы бүлінген, яғни қарайған немесе басқа да бүлінген жерлерін алып тастаймыз. Қазір жаз мезгілі, яғни кабачкилардың сезоны болмағандықтан мұндай бүлінбеген таза кабачки табу өте қиын. Кабачкиларымызды тазалап болғаннан соң біз кабачкиларымызды дөңгелектеп 0,7 мм шамасында осылай кесіп аламыз. Кесіп болғаннан кейін бұл кабачкиларымызды тұзды суға салып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Кабачкиміз дайындап болғаннан кейін енді бетіне салатын салмасын дайындаймыз. Оған осы сырды майда теркадан өткізіп аламыз. Сырымыздың сапасы неғұрлым жоғары болса, дәмі де соғұрлым дәмді болады. Мен мына жерде 200 граммдай сырды қостым. Одан кейін чеснок 2 тіше салдым, теркадан өткізіп алдым. Яғни чеснокты қатты жақсы көрсеңіздер, одан да көп сала берсеңіздер болады. Кейін бетіне осылай майонез 2-3 қасықтай салып, жақсылап араластырып аламыз. Кабачкиларымыз суда тұрғаннан кейін осындай сүлгіге төсеп қоямыз. Яғни кішкене суы сырғығанша осылайынан қойып, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Енді суымыз сырғытып болғаннан кейін фольга төселген ыдысымызға осылардың барлығын бетіне қойып шығамыз. Егер де сізде фольга болмаса, онда осы пештің тарелкасына астына май жағып кабачкиларыңызды қойсаңыздар болады. Егер олай қойсаңыздар, асты кішкене жабысады, бірақ хрустящий болып шығады. Енді осылай бағанағы начинкамызды салып, пешке 225 градусқа беті қызарғанға шейін салып аласыздар. Яғни 15-20 минутқа салып аласыздар. Қызып тұрған пеш болу қажет ең бастысы. Міне біздің кабачкиларымыз пісіп шықты. Дәмі өте керемет болады. Өзім кабачкиді сүйіп жейтін болғандықтан, бұны мен аптасына 1 рет дайындап жеймін. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер де сіздерге де осы рецепт ұнап жатса, менің каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер.